Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын татар ұлтының вак-палеш пирожкиларын рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт сізге ұнайтыны сөзсіз, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға айранымызды құямыз. Ас содасын саламыз. Тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Еліктен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып, қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр елеп аламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды тынығуға 20 минутқа қойып қоямыз. Енді пирожкиміздің салмасын дайындап алатын боламыз. Ыдысымызға ұсақтап көбіктеп туралған картофелімізді, жуамызды, етімізді саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрышын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырымызды өз қалауыңыз бойынша бірнеше бөліктерге бөліп, шар тәріздес формаға келтіреміз. Және де ұн сеуіп жайып алатын боламыз. Қамырымызды тиген кезде жақсылап бекітіп шығыңыздар, піскен кезде ашылып кетпес үшін. Мінекей ортасында осындай тесік қалу керек. Қамырымыздың қалған бөлігінде дәл солай түйіп шығатын боламыз. Дайындап алған пирожкиларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Пирожкиларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша шамамен 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Өз пешіңізге қарай ориентир ұстасаңыздар болады. Мінекей біздің пирожкиларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты, әрі өте тез дайындалуы. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.